мен барамын, мен жақтан заказ алайын деп жатырмын уже. Брат, заказды атмен алсайшы, біз кетіп бардық ше уже. Ой, шеше атмена дейді, қақа барайын айт. Мінекей менюңыз. Менюді мен мәзір деп айтты. Қазір. Мінекей мәзіріңіз. Салат бар ма? Қандай салат сізге? Мынау сельдь под шубой деген. Тоң астындағы майшабақ деңіз. Қазақшасы солай болды. Хотя мужской каприз бар ма? Еркек назы деңіз. Қазақша сөйлесеңізші ақыры. Онда кола беріңізші. Кола емес. Кока-кола деңіз. Қызық емес. Най, қазір әкеп беремін. Клиенттің алдын тазалап қоймай ма? Неміне білем ма? Кешіріңіздер ма? Мына официант болсаң осындай болды я. Тазалық жақсы көреді екен. Братан, мен ішіп отырмын оны? Кешіріңіздер. Іштен кетпеді. Тазалық деген дұрыс қой өзі. Қолыңды қойшы мына жерге. Тырнағы өсіп кеткен ғой мынаның. Ап бермейсіңдер ба клиенттікін? Жүрші ап берейін. Адам жылына деп шал дейді ғой. Шал деп. Кім айтады? Аяқтағылар да мен шал деп жатыр да. Жастар ғой өңшең. Түріңізді қарасам жас сияқтысыз ғой. Жассың ғой міне. Шөт қанша болды? Так, счет 50 сом. 50. Ойнап айтып жатыр. 100 ділда ғой. Дұрыс айтты ғой аналар. Шөт қанша болды? 8000 теңге болды сіздерге. Құтты болсын, конкурсқа қатысасыз. Міне, осы жерден мысалға билет беріледі сізге. Сіздің чегіңіз мына жаққа салынады барабанға. 3 қараша күні осы барабаннан жеңімпазды анықтаймыз. Сыйлыққа не бар? Сыйлыққа бір адамға 2 жолдама умраға. Ата-анаңыз умраға апаруға мүмкіндік бар. Одан кейін 2 ұялы телефон, AirPods беріледі. Болды онда қатысамын ғой. Иә. Төлесеңіз қатысу үшін. Қазір Неге қазір? аударсын болсын. Пошел.